Туған жердің әрі өз топырағы мен үшін киелі аманат. Қызылорданың аптап ыстығы мен жел екпінін елемей, тамыры тереңге жайған әрбір ағаш төзімнің, өмірге деген сүйіспеншіліктің символы. Бірақ біз бұл жердің жүрегіне тағы да жасыл үміттің дәнін себуді қаладық. Өйткені табиғатты қорғау тек білім емес, бұл жүректің ісі. Сол жүректен туған сенім мен шабыт менің педагогикалық идеямның бастауы болды. Құрметті оқушылар, бүгін тағы да тәжірибе алаңында бас қосудамыз. Тәжірибе алаңында бас қосуымыздың себебі бүкіл әлем алдында тұрған өзекті мәселелер бірі, білеміз біз, ол табиғатты қорғау, экологиялық тепе-теңдікті сақтау. Бүгінгі таңда қалалардың, фабрика, заводтардың көптеп салынуы, топырақтың құнарсыздануы, жасыл желектің азаюына алып келетін барлығымызға жақсы мәлім. Сол себепті бұл тек қана экологтар мен зерттеушілердің ғана міндеті емес, табиғатты қорғау барлығымызға ортақ іс. Бүгінгі тәжірибелік зерттеу тақырыбымыз биогумус тыңайтқышы қосылған тұқым бомбалары арқылы мектеп ауласын көгалдандыру. Оқушылар, біз білеміз, жалпы бізде 2 жылдан бері биогумус топырағы өндіріледі. Жалпы биогумус топырағы дегеніміз не? Биогумус бұл өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтары нәтижесінде түзілген органикалық тыңайтқыштар. Биогумус өсімдіктердің жапырағын, сабағын, тамырын өсуіне үлкен ықпалын тигізеді. Өсімдіктерге нитраттардың жинақтауына түрткі болып, өсімдіктерді түрлі ауруларға иммунитетін арттырады. Жарайсыз, Сандуғаш. Өте дұрыс айтты, оқушылар. Жалпы биогумусты біз білдік, органикалық тыңайтқыш екенін білдік. Енді осы органикалық тыңайтқышты пайдалану арқылы келесі біздегі қадам бұл тұқым бомбаларын жасау. Бұл идеяның мақсаты оқушылардың экологиялық білімі мен практикалық әрекетін ұштастырып, мектеп ауласын көгалдандыруға бағытталған зерттеушілік қабілеттерін дамыту және тәжірибелік іс-әрекет арқылы экологиялық ойлау жүйесін жетілдіру. Бұл жай идея емес, бұл табиғат пен баланың жүрегін табыстырған жасыл арман. Тұқым бомбасы дегеніміз ол топырақ, саз және биогумус тыңайтқышына жасалатын кішкентай шар болып келеді. Оның ішінде өсімдік тұқымы болады. Бұл әдісті алғаш рет 20 ғасырда жапон ғалымы Масанобу Фукуока шығарған болатын. Ол бұл әдіс арқылы табиғатты қалпына келтіреді және де егістік жерлерін көгалдандырады. Жарайсыз. Оқушылар, тұқым бомбалары не екенін біз білдік, 20 ғасырдағы жапон ғалымының зерттеуіне сүйене отырып, бүгінгі тәжірибелік сабағымызда осы тұқым бомбаларын жасайтын боламыз. Ол үшін тұқым бомбаларын жасау үшін қандай қоспалар қажет? Жалпы тұқым бомбасының негізгі құрамы саз топырақтан, тұқымның өзінен, биогумустан және судан құралады. Әрқайсының атқаратын өзіндік қызметтер бар. Мысалға, атап айтқанда, саз топырақ қорғаныштық қызметін атқарады. Ол тұқымды сыртқы факторлардан қорғайды, яғни құрғақшылықтан, жел мен құстардан сенімді қорғаныш қызметін атқарып, ылғалды сақтауға көмектеседі. Биогумус ол бізде қоректік қызмет атқарады, яғни жоғары сапалы органикалық тыңайтқыш арқылы тұқымның тез өнуіне қажетті барлық микроэлементтермен қамтамасыз етеді. Және ең соңғысы су, яғни бұл саз бен биогумусты біріктіріп, бомбаларды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Тамаша. Біздегі келесі кезек тұқым бомбаларын қалыптастыру процесі. Негізінен бір тұқым бомбасының мақсатты салмағы 35-40 грамм болып келеді. Біз оны дайындау үшін бізге құрғатылған саздан 20 грамм, биогумустан 10 грамм, арнайы мектеп ауласынан алынған топырақтан 8 грамм, судан 2-4 миллиграмм және де үйеңкі тұқымы қажет. Енді бізге үйеңкі тұқымнан 3 дана, егер ол үлкен бір мөлшерде болса, онда 1 дана ғана жетеді. Біз 1 дана тұқым бомбасын жасау үшін ең бірінші сазға осы биогумус топырағын саламыз. Екінші ол мектеп ауласындағы топырақты саламыз және үйеңкі тұқымдарын саламыз және барлығын араластырып үстіне су құямыз. Енді бізде тұқым бомбасы дайын болды. Біздің мақсатымыз осыдан 100 данасын жасау. Біз бұны дайындау үшін осы аталған заттарды 100 есеге көбейтеміз. Содан кейін осындай материалдар пайда болады. Мысалға, саз балшығы 2,5 кг, қарашық араласқан топырақ ол 1,5 кг, биогумус 0,5 кг және тұқым ол 30 грамдай болып келеді және 1 стакан су. Жақсы. Осы заттарды біз жаңа көрсеткендей илеп,
тұқым бомбаларын дайындаймыз. Енді осы дайын болған тұқым бомбасының салмағы 35-40 грамм арасында болу қажет. Оқушылар, біз жаңа тұқым бомбасын жасадық, иә? Салмағы қанша болу қажет екен? 35-45 граммдай болу қажет. Бұл 35-45 граммнан асып кеткен жағдайда бұл тұқымның еруіне және тұқымның өнуіне кері әсерін береді екен. Енді оқушылар, біз тұқым бомбаларын қалыптастыру процесімен таныс болдық. Қоспа дайындау, илеу. Енді келесі біздегі кезең бұл кептіру кезеңі. Кептіру кезеңі қалай жүргізу қажет екен? Ендігі кезекте бізге тұқым бомбаларын кептіру қажет. Оларды біз тікелей күннің астында емес, жел соғатын жерде 2-3 күн бойы кептіреміз. Одан кейін біз кептірілген тұқым бомбаларын арнайы ыдыстарға саламыз. Мысалы, мына ыдыста біз үйеңкі ағашының тұқым бомбаларын жинақтадық. Ал келесінде біз мектеп ауласындағы гүлдердің тұқым бомбалары кездеседі. Ал ең соңғысына біз көкөністердің тұқым бомбаларын сақтадық. Оқушылар, тұқым бомбаларын дайындау кезеңдерімен таныстық. Енді біздегі соңғы кезең бұл егуге дайындық кезеңі. Бұл егуге дайындық кезеңі мектеп ауласында дайындалған арнайы орындар бар. Сол орындарға осы дайындаған тұқым бомбаларын шашатын боламыз. Біз оқушылармен бірге жергілікті өсімдіктердің тұқымын жинадық. Күнге кептіріп, топырақ пен сазға араластырдық. Мектебіміздің тәжірибе алаңында өндірілген биогумустың айтқышын қостық. Табиғаттың өзінен туған кішкентай тұқым бомбаларын жасадық. Дайын тұқым бомбаларын кептіріп, мектеп ауласындағы арнайы орындарға орналастырдық. Кішкентай ғана түйіршік, бірақ оның ішінде үміт бар. Су тиген сәттен бастап, ол тіршілікке айналады. Топырақтан жарып шыққан әрбір өскін баланың еңбегі мен мейірімінің жемісі. Дайын болған тұқым бомбаларын негізінен осы арнайы жерлерге орналастырамыз. Бұлардың арақашықтығы 30-40 см болу керек. Себебі бұл арақашықтық бұлардың өсіп жетілуіне жақсы мүмкіндік береді. Біздің жұмысымыз система әдісіне негізделген. Тұқымның өну заңдылығын түсіну, қоспа дайындау, тұқым бомбасының тиімді пішінін табу, өну пайызын есептеу. Осылайша оқушы үйренушіден ізденушіге, ізденушіден жас зерттеушіге айналады. Бұл идеяның түпкі мәні тек көгалдандыру емес, жермен тіл табысу, табиғатты өз еңбегімен түсіну. Идея Біріккен ұлттар ұйымы мен ЮНЕСКО ұсынған тұрақты даму мақсаттарымен үйлеседі. Сапалы білім беру, экологиялық сауаттылықты тәжірибе арқылы үйрету, климаттың өзгеруіне қарсы күрес, көгалдандыру арқылы ауа құрамын жақсарту, құрлық экожүйелерін сақтау, топырақтың құнарлылығын арттыру. Экологиялық білім адам мен табиғаттың арасындағы үйлесімділіктің кілті. Біз сол үйлесімділікті балалардың жүрегінен бастадық. Қазір мектеп ауласында желмен тербелген әрбір көк өскін олардың еңбегі, арманы және мейірімінің айғағы. Біз тұқым ғана еккен жоқпыз, біз сенім ектік, біз үміт ектік, біз табиғатқа деген сүйіспеншілікті ектік. Табиғатты аялау өмірді сүю, ал өмірді сүйген жүрек қана айналасына жақсылықты дарыта алады. Міне, дәл осы сәт ұстаз бен шәкірттің ортақ жеңісі. Өйткені біз тек жасыл табиғатты емес, жасыл ойлы ұрпақты өсіріп келеміз.